Оразада ауыздан шығатын жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Кейде ораза кезінде ауыздан жағымсыз иіс шығып тұрады, одан қалай арылуға болады? Журналист Марфуға Шапиян өзінің YouTube каналында 6 лайфхакпен бөлісті деп хабарлайды Массагет кз тілшісі. Адам күні бойы аш жүргеннен кейін ауыз қуысында сілекей бөлінбейді. Сондықтан ауыз қорғап жағымсыз иіс шыға бастайды. Бірінші, тісті күніне 2 рет жуу. Сәресі ішіп алғаннан кейін және кешке ауыз ашқаннан кейін ұйықтар алдында бір тазалап алған дұрыс. Бұл аузыңыздағы жағымсыз иістен мүлдем арылтпайды, бірақ белгілі бір деңгейде азайтады. Екінші, мисуак қолдану. Пайғамбарымыз мисуакты үнемі қолданып жүрген және оның тістері сау болған. Бұл ауыздағы жағымсыз иістен арылтып қана қоймай, тістердің сау болуына көмектеседі. Пайғамбардың аузы берік кезде де мисуак қолданғаны жайлы айтылады. Сондықтан аузыңыз берік кезде мисуак қолдана аласыз. Үшінші, суды көбірек ішу. Әсіресе сәресіде тұрған кезде судың мөлшерін көбейтсеңіздер, аузыңыздың құрғамауына бұл да белгілі бір дәрежеде көмектеседі. Төртінші, жеміс-жидектерді көбірек жеу. Ауыз ашқанда да, сәресіде де жеміс-жидекті мейлінше көп жеңіз. Мысалы, алма, алмұрт секілді жемістер сілекейдің көп бөлуіне ықпал етеді. Бесінші, жағымсыз иіс шығаратын тағамдардан аулақ болу. Мысалы, пияз, сарымсақ секілді тамақ жесеңіз, ораза ұстамаған кезде де жағымсыз иіс шығатыны белгілі. Ал ораза кезінде мүмкіндігінше ондай тамақтардан аулақ болған жөн. Алдағы мақсат 1500 жазылушыға жету, сондықтан арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болмаған үлкен қолдау болар еді. Алтыншы, темекіден бас тарту. Бұл жағымсыз иістен арылу үшін ғана емес, денсаулық үшін де қажет. Ауыздан шығатын иіске негізгі себепкер темекі болуы да мүмкін. Ал ораза кезінде ауызға жағымсыз иістен арылуға көмектесетін арнайы спрейлер шашуға бола ма? Оразада аузы берік кезде ауыз қуысындағы жағымсыз иісті кетіретін спрей қолдану мәкрух болады. Бұл дегеніміз аса қажетті кездерде болмаса, оразада қолданбаған абзал дегенді білдірмек. Өйткені ауызға шашылған заттың жұтылып кету қаупі басым. Шашылған зат жұтылса, оразаны бұзады, бір күн қазасын өтеу керек болады. Сондықтан да маңызды кездесулерге барғанда немесе маңызды келіссөздерге барғанда аузындағы жағымсыз иістен ыңғайсызданған мұсылман аз мөлшерде ғана сеуіп, бірақ жұтпай түкіріп тастаса, оразасы бұзылмайды дейтін дін мамандары бар. Дегенмен себілген заттың жұтылып кету қаупі басым болғандықтан мүмкіндігінше қолданбағаны абзалырақ, деді Ислам кз сарапшылары.